Мынау суреттегі бұл бақбақ шөбі, бұны барлықтарыңыз білесіздер. Бұның емдік қасиеті аяқ қақсағанға. Аяқ қақсап, буындар сырқап жүретін болса, осы бақбақ шөбінен жасалған тұнбаны жағу керек болады жатардан алдын. Ал бұның тұнбаны жасаудың жолы қарапайым. Бақбақ шөбін жартысын жинайсыз, оны араққа настой қылып жасайды. Яғни араққа 1 литрлік арақтікі болса, жарты литрі арақ, жарты литрі бақбақ шөбінің сабағы мен гүлмен барлығын салу керек болады. Және оны қараңғы және құрғақ көлеңке жерде 21 күн тұру керек. 21 күннен кейін алып пайдаланып жағатын болса, 3-4 күнде жақсы нәтижесін бере бастайды. Яғни тізе буын сырқырап жүргендерге халық емінен тегін ем болады. Осы емді қолданып, жаңағы туыстарыңызға да тарқатып қойыңыздар. Көктем келе жатыр, сарғайып, жаңағы гүлдеген уақытында сол кезде қолдансаңыздар болады. Барлықтарыңызға ем болсын.